Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет бауырсақ пісіретін боламыз. Бауырсағымыз қып-қызыл, өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстіне жылы сүтімізді құямыз. Қантымызды, құрғақ ашытқымызды, тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолымыздың көмегіменен орташа етіп қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Кішкене май тамызып жіберіп, тағы да бір қайтарып илеп, бетін пакетпен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қамырымыз ашығанша орап қоямыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып ашыды, толып ыдысымыз. Қолымыздың көмегіменен столымызға қоямыз қамырларымызды. Ешқандай оқтаусыз ұн сеппейміз. Қолымыздың көмегіменен шетіне дейін апара отырып, біркелкі етіп қамырымызды жайып аламыз. Қамырларыңыз егер қолға жабысқақ болып жатса, кішкене май тамызып жіберіңіздер. Дәл осылай барлық шетіне дейін жайып аласыздар. Жұқа қылып жайып жібермеңіздер, орташа қылып жайсаңыздар, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырларымызды жайып болғасын осындай формалармен кесіп шықтым мен. Балам да көмектесіп отыр маған. Қаласаңыздар, 4 бұрышты етіп турай берсеңіздер де болады пышақтың көмегімен. Қалған артық қамырларымызды алып, тағы да қолымыздың көмегімен жайып, бауырсақ тағы да ойып аламыз, болмаса пышақпен кесіп аламыз. Қазанымызды енді отқа қоямыз, майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қазанымызды жақсылап, бауырсағымызды салып, екі бетін аудара отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Жасалуы өте оңай қыздар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ешқандай артық зат қосуды қажеті жоқ. Үйдегі бар заттарменен осындай керемет бауырсақ пісіп шығады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісемін. Міне осылай пісіріп аламыз барлығын. Бауырсақтарымыз пісті. Міне қып-қызыл әдемі болып шықты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Өте дәмді болып шықты. Үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.